Мен түсінбейтінім, қалай сіз роддомнан шыға салып продажа істеп жүрсіз? Сыртқа шығам, жылап келем, сыртқа шығам, жылап келем, сөйтіп жүрдім. Жолдасыңыздың жұмыс жасап, ақша табуы сізге ешқандай керек жасамайды. Өзіміздің курсымызды сатып, сол 2 миллион, 2,5 миллионға шықтық. Оқу барысында 1 миллион 284 мың 700 теңге. Ана бірінші күні вебинарда 500 мың тапқанда миым жарылыс болып тұрды. Қазір жалпы айына қанша істеп жатсыздар? Оборот қанша? Армысыздар, бүгін сіздермен роддомнан шыға салып, бір күннің ішінде 500 мың теңге табыс тапқан Гүлім ханыммен таныстырамыз. Сіздерді Алла қаласа, Гүлім ханым бізде онлайн процесс курсының нешіншілігінде оқыдыңыз? Бесіншілігінде оқыдыңыз, Сіздің курсыңыз тігін тігу бойынша курс, Тігін тігу бойынша курс. Сіздікі? Вышивка. Стилю маманы. Любой неге, мысалы, киімге, футболкаға, любой затқа есім жазып. Кепкаға бәріне жазып. Мен түсінбейтінім, қалай сіз роддомнан шыға салып продажа істеп жүрсіз? Бізде былай болды. Негізі осы штабқа келген кезде басында менің босанатын уақытыма 1,5 ай ғана срок болды. И біздің оқуымыз 2 ай. Мен, значит, ойлап тұрмын, 1,5 айдың ішінде мен результат шығаруым керек. И босанып қоймай тұрып, мен результатпен диплом алуым керек деген мақсат тұрды менде. Вебинарға таргет жіберіп қойғанбыз, сосын жүру керек. Бірақ мен осында штабқа келдім да, сабаққа келдім, офлайн сабаққа. Келіп айтып кетем ғой, бүгін мен босанам. И таргет жүре берсін, жақсы шыққаннан кейін вебинар өткіземін деп айтып кетем ғой. И таргет жүріп тұр, тоқтатпайын, таргетті біліп тұрмын. Ол босанғаннан кейін қандай состояниеде болам, не болам, ана ойымда жоқ. Менің ойымда тек қана вебинарды өткізу керек. Ана бала вообще ойымда болмай тұр. И барды қырадан босандым, бір күн жатқызды, карантин, қазір бір күн жатқызады, ертесі күн шығарып жібереді бізді. Таргетті сол күні жіберіп қойдық, жақсы адамдар келді. Вебинарды сол күні баланы жолдасыма бердім. Сол күні сразу вебинар түнде тиелеп отырып, вебинар өткізіп отырмын. Инстаграммен өткізіп отырмын. Инстаграммен кетіп өткізді. То есть анау Фейсбукқа кіріп, кенешіңе жоқ. Инстаграм продвигать басып жібердіңіздер? Инстаграммен жасап. Машалла. Сосын тағы бір таңғалған нәрсе, негізінде көп адамдардың, көп әйелдердің әсіресе жұмыс жасауына, немесе ақтауына күйеулер қарсы. Мен үйде отыр, мен жасаймын. Үйде отыр, жасаймын. Сіздің күйеуіңіз не то, что қарсы болмаған былай тұрсын, еще поддержка береді, бала қарап көмектеседі, еще таргет жіберіп береді. Қазір продюсеріңіз. Қазір менің оқымаса да, қазір менің продюсерім болып жүр. Штатты оқыған жоқ. Неге олай істейсіз? Сіздің идеяңыз в чем заключается? Талабын білем да, мысалы, талпынысын білем. Мен бірақ айтам, сен көр, көзің жете ма, мысалы, результатқа, мысалға, болашағыңды көріпсің ба, жаса. Сенімділік, сенімділік деп айта аламын. Себебі бұл кісі маған өте қатты сенеді. Себебі осы кезге дейін көрген результаттарымыздың барлығында екеуміз бірге ақылдасып жасаймыз. Мен всегда рұқсатын сұраймын бірінші, и маған сенеді. Гүлім, давайте, сенің қолыңнан келеді. Сен бірінші зертте нормально ма? Қолыңнан келеді деп ойлайсың ба? Содан кейін сен әрекетке көш. Жақсы, мен келісім беремін деп маған сеніп артады кәдімгі сенімділік. Пайди, нәтижеге шығуыңыздың, роддомнан шыға салып вебинар өткізуіңізге үлкен әсер еткен жолдасыңыз екенін айтасыз ба? Иә, жолдасым өте үлкен әсері болды, көмектесті, барлық жағынан көмектесті маған жолдасым. Жолдасыңыздың жұмыс жасап, ақша табуы сізге ешқандай керек жасамайды. Екеулеріңіздің қарым-қатынастарыңызға өзгеріс жасамайды. Вот көп еркектерде проблемадан менің жолдасым үйде отырсын, тамақ жасасын, бала қарасын деп. Вот соған пікіріңіз қандай, не айтасыз? Ол дұрыс емес деп ойлаймын. Қазір мүмкіншілік онлайн заман ғой, қазір барынша мысалы оқу, білім алып, өзің инвестиция құйып, мысалы, семейный бизнес керемет қой, любой жерде, мысалы, қолдаушың бар, мысалы, қасыңда. Екі адам біріксе, мысалы, біраз дүние жасауға болады да. Білмеймін, оны енді олардың психологиясын дұрыс түсінбедім. Шынымды айтсам, менде ондай не жоқ та, ондай шектеулер жоқ. Шектеулер бар. Негізі, әйелің дамыса, еркектің де дамуы тез ғой негізінде. Мысалға, иә, болады ғой сондай да. Жолдасым оқыды, мен қолдадым, мысалы, екеуміз біріктік, қазір мысалы, Аллаға шүкір, көп целіміз орындалды да, мақсаттарымыз орындалып жатыр. Сіздің Каспий Голдың несін жүріп қойыпты маған 1 миллион 284 мың теңге деген ол сол кездегі. Сол кездегі. Иә, оқып жүрген кездегі тапқан табысымыз. Оқу барысында 1 миллион 284 мың 700 теңге. Ал қазір жалпы айына қанша істеп жатсыздар? Оборот қанша? Енді бітіргенімізге әлі көп болған жоқ. Өзіміздің курсымызды сатып, сол 2 миллион, 2,5 миллионға шықтық. Екі курс қой бізде. Мен өзімде жеке курс бар еще. Мен школа ашып алдым тоже. Бұл кісі өзінің курсына жасап, қазір өзіне продюсер болып жүр. Платформаға жүктеп қойып екеуміз. Сіз не оқытасыз? Мен сол тігін тоже, бірақ вышивание да, кестелеу. Вышивкамен жазылады, есім жазады, сурет салады. Получается, былай болған, басында өздеріңіз тігіп, сатып жүрдіңіздер базарда.
кейін соны алып басқа адамдарға үйретіп қазір соны ақша тауып жүр. Иә. Тек үйретеміз біз қазір Қайсысы прибыльный екен деген сұрақ. қазіргі ғой демаласың 11-де тұрасың ұйқыдан 10-да тұрасың. Бұрынғы сіздер мен қазір сіздердің айырмашылығы қандай? Қазір біз не істейміз? Қазір ойлауға уақыт бар. Дене шаршамайды, қалаған жерімізге барамыз, қалаған ресторандарда жүрсін деген сияқты ғой. Қазір өздеріңізге көп фокус қоясыздар, иә? Машалла, қуаныштымын. Бұл Мөлдір ханым. Баршаңызға сәлем. 22 жаста студент, осыдан біраз уақыт бұрын 75 мың теңге айлыққа жұмыс жасап жүрген, қазір 1,5 миллион теңге табыс бар. Мөлдір ханым, қалай тауып жүр соны? Продюсерлікпен алсам, стюардессаларды үйрететін онлайн мектебіміз. Оның ішінде нақты не сізге әсер етті нәтиже шығаруға? Идеальный курс жасаудың техникасы және вебинарный воронканың техникасы. Дәл осы екі техниканы, яғни онлайн курс жасаудың, идеальный барлық қалайтын онлайн курс жасаудың және оны вебинар арқылы сатудың негізгі екі схемасын мен бүгінгі өзімнің мастер-классымда беремін. Төмендегі сілтемеге өтіп мастер-классқа тіркел, сол жерде осы екі негізгі схеманы үйреніп, сіз де Мөлдір ханым сияқты жақсы табыс табу мүмкіндігіне ие бола аласыз. Төмендегі сілтемеге өтіңіз, мен сізді мастер-класста күтемін. Бізге қайдан келдіңіз? Біздің осы штабқа, біздің онлайн продюсер курсына қайдан келдіңіз? Не үшін келдіңіз? Қайдан келдім? Аллах тағала алып келді деп айтамын мен осы жерге. Менде басында былай болды. Мен басқа енді қай оқу орталығы екенін бұл ашып айтпай ақ қояйын. Басқа оқу орталығына осындай неге ақшасын төлеп не істеп қойдым, оплата жасап қойдым. Сосын менімен разборға шықты, олар сөйлесті. Чтобы сіздің мақсатыңыз қандай? И ол курстың мақсаты былай екен. Нөлден бастаған бизнесті ақша таппай жүргендерге үйрету екен. А менде бизнес болып тұр. И менің іштегі өзімнің мақсатым бұл курсқа жазылған кезде, сол басқа курсқа жазылған кездегі мақсатым мен тігінді оқушыларға үйретемін деген менде мақсат тұр. Яғни курс жасау деген идея. Курс жасау деген идея тұр. Ал бірақ мен сол кісілерге барып сөйлескен кезде, ақшаны төлеген кезде сіздің сол мақсатыңызға біз жеткіземіз деп айтты. Бізде бар сол проект, сол сабақтың ішінде барлығы бар деп айтты. Жақсы деп төлем жасадым. Бірақ мен қарасам, олар менімен сөйлесу арқылы менен бізден не күтесіз деп сұрады. Сол оқу орталығы менімен сөйлесті, ақшаны алып алды, сөйлескеннен кейін не күтесіз деп сұрады. И менің жауабым, мен осы оқуды бітіргеннен кейін 1 айдың ішінде, 2 ай ғой, 2 айдың ішінде мен 5 миллион теңге ақша табуым керек деген мақсат тұр. 5 миллион деп мен айтқан кезде ақшамды қайтарып берді, ма деді ғой. Біз гарантия бермейміз. Гарантия 5 миллион табуыңызға гарантия бермеймін. Сіз бәрін біздің оқытайын деп жатырған затымыз, сіз бәрін жасап жүр екенсіз. Мен товарный бизнес жасап жүрмін, оптом сатып жүрмін. Сіз оны жасап жүр екенсіз, мен сізге ондай гарантия бере алмаймын деді. И мен не істеймін, ақшаны қайтып алып тұрып жылаймын ғой, үйде отырып алып. Өзім аяғым ауыр, уже срогым жақындап жатыр. И стресске түсіп кетемін, жылаймын қатты. Сөйтіп барлығын зерттеп бастаймын бүйтіп. Бірақ сіздің оның алдында сізді мен зерттеп қарап жүрдім парақшаңызды. И сонда не істерімді білмей 2-3 күн ешкіммен сөйлеспеймін, жолдасыммен де сөйлеспеймін. Сыртқа шығам, жылап келем, сөйтіп жүрдім. И сонымен тағы да ақылдасып қарап отырып, енді қара тағы да басқа курстар бар шығар деген не істеді, айтты. И қарадым, сосын білмеймін неге, қазір алдымнан кім бірінші шығады, соған жазыламын дедім, уже тәуекел ғой ары қарай. Тәуекел болды. И сіз бірінші сіздің парақшаңыз менде бар, тіркеліп қойғам. И қарадым да осы кісіге жазыламын деген өзімде не болды, айтыр. Жүрегім тартып тұрды. Ну хорошо, мен бәрі тәуекел келдім. И сразу тағы да сіздерге ақшаны бере салдым. Төледім, ақшаны оплата жасадым. Бірақ келгеннен кейін чтобы бірінші сабақ күні мен түсіндім, бұл жерде курс жасап сату керек екен. Уф деп жүрегім сол кезде басылды мен. И сол кезде мен курсымды жасап осы жерде сата алады екенмін. Бірінші сабақта ғана түсіндім. Оған дейін мен түсінген жоқпын. Неге келдім? Инфобизнес продюсердің не екенін білген жоқпын. Именно продюсер боламын деп келген мақсат болмады менде. Түсінікті. Ал курстың барысында не әсер етті сіздің өзгеруіңізге, или табыс табуыңызға, или продажа істеуіңізге? Курстың басында мышление, мимен жұмыс жасау қатты әсер етті. Ең бірінші сабақ сол болғандықтан осы маған әсер етті. Осы кезге дейін мен жаңа неде товарный оптом барахолкада сатып жүрген кезде менің ойымда мысалы біз қалай ойлаған екенбіз сол кезде деймін да. Күніге 30 мың 40 мың табамыз да, и соны бетпен жинап береміз. Ана миллиондар, бір күнде 500 мың теңге табу, бір күнде миллион табу деген вообще ойыма келген емес. И ана бірінші күні вебинарда 500 мың тапқанда миым жарылыс болып тұрды. И шектеудің жоқ екендігін сол кезде осы жерге келіп сабақ барысында мида шектеудің болмау керек, мида шектеудің жоқ екен. Осы кезге дейін психологиялық қанша курстарға, мастер-класстарға барлығына қатыстық та, бірақ осы мидың ішіндегі сіздердің түсіндіріп берген осы сабақты қарап мен содан кейін түсініп отырмын ғой, чтобы ол вообще бөлек тема екен, бұл сіздердің сол сабақта түсіндіргендеріңіз маған әсер етті. Басқа жерден мен оны алған жоқпын, қатыссам да. Қандай? 360 градусқа өзгерді. Переворот болды. Ал қандай нақты инструмент именно маркетинг бойынша продажаға әсер еткен?
500 теңге сұрап әсер еткен. Тікелей эфир структурасы да әсер етті. Вебинардың сол структурасы, мына не слайдтармен шығу керек, сату керек, соның барлық сабақта бар ғой. Сол бұрын оған дейін мен білген жоқпын. Сол әсер етті. И сол сөйлеу керек, сторителлингтен басталу керек, соның барлығы сабақта түсіндірілген. Оның барлығын соны жасап көрдік. Біреуін жасадық, осы кезге дейін 50 рет вебинарға шықтым мен. Қазір айтайын. Уже 50 рет шығып тастадым мен. Күніге шыға беремін. Жасаймыз да, каждый вебинарда отчет шығарамыз, анализ жасап отырмыз. Басында қателіктер болды, болмады емес, қадалулар да болды, бірақ оның барлығына шықтық қой. Бұрын сіздерде маркетингтен хабар болып еді? Жоқ. Воронка. Жоқ. Тек қана Инстаграм менен таргетті жіберу болды. Әдейі жібердім да, сіздерді тоже мен зерттедім, қарадым, результаттарды көріп жатырмын да. Бұл кісінің негізі алғырлығы бар, тоқтамайды да, мысалы біз. Мен айттым барып оқы, сосын мен саған көмектесемін дедім да. Сіздер еще мен ең қызық таңғалғаным, сіздер анау вебинар, автоворонка деген жерге жеткен жоқсыздар әлі? Жоқ. Енді келіп жатыр оған. Оған енді жетіп жатырмыз. Продюсерлікке енді жетіп жатырмыз. Оған дейінгі анау бастапқы модульдағы сабақтармен, кішігірім сабақтармен айына қазір уже 2,5 миллион шығып отырмыз. Екінші миллион, екінші модульдің өзінде и бір күнде 500 мың теңге тауып отырмыз ғой. Бірінші, екінші модульде. Әлі біз 3, 4, 5, 6-да ашқан жоқпыз әлі. Вебинарды қоссаңыздар онда не болады деген сұрақ қой менде. Қазір экспертпен жұмыс жасап жатырмыз да, мысалы авто қойып қойдым. Машалла. Алдағы жоспарларыңыз қандай? Сіз айтыңызшы. Құдай қаласа енді осыны тоже дальше дамытып, осы курстарымызды масштабқа шығарып, мысалы жүйелендіріп қойып қою да, мысалы. Ары қарай енді саяхатқа шығу, мысалы әлемді көру деген сияқты ғой, мысалы. Енді иншалла қазіргі арман Меккеге бару керек. Меккеге. Машалла. Алла қаласа полностью модульдардың бәрін бітіріп, соны жүзеге асыратын болсаңыздар, онда, блин, у вас будет конкретно прям өте мықты онлайн бизнес болады. И спокойно автоворонканың бәрін қосып, күніне 3-4 миллионға шығасыздар, Алла қаласа. Алла берекетін берсін. Уже 2,5 миллионға шығу қиын болған жоқ қой, ары қарай 7,5, потом 14-15 миллион. Блог кетті да ол кезде. Миллион деген бұрын үлкен сума көрінетін да. Қазір просто тек алда жасап болды да, мысалы, таптым. Алла берекетін берсін, екеуі де күшті нәрсе. Біреуге қызық болатын болса, біз астында төменде аккаунттарын қалдырамыз. Кіріңіздер, тіркеліңіздер. Біздің шәкірттеріміз өте сапалы курстары бар. И бұл кісілер сіздерге сапалы білім бере алады деген ниеттеміз иншалла. Алла берекетін берсін. Рахмет.